Ассаламу алейкум, урметли серджилер. Бу UATV студияда Украина хаберлері бүгін ноябрьнің 9-ы жұмақшымы күні. Литвания Украинаға илері деде леталь селяны бермеге. Азыр бұны мемлекетнан мудафа назиры Раймунда Скарлоблис білдірді. Вильнюсте Украинаға бұттун зарури ярдымның көрсетілмесіні қатарлатты. Арби хызметчелерінің талиметрілмесі мудафа ислятының кечірілмесіне дестекве иляхре. Шу арада мемлекет Донбасста яраланған арбилерні девалавға қабул еті. Қатарлатам, былтыр Литвания Украинаға қарарнен 150 буюк калибрлі пулемет МД Совет арби едеклерінің 150 тоннасыны берген еді. Америка Қошма Штатларының Конгрессы Украинаға арби ярдым шеклінде 350 миллион долларының айырылacağını ұйғынлаштырды. Бұл мегдар Америка Қошма Штатларының мудафа назерлігінің келечек сене бюджеті қанунли хасында таздықланылды. Риберовден сон президентінің имзалавына yollanılacak. Ярдымны екі қысымға бележеклер. Екінші ярысы Америка Қошма Штатларының мудафа назерлігі Конгрессіні Украинаның мудафа асасында ислятлары мофақиетлі олмасында қандырмағанжы бұзлаттыры. Умен Авропада Русияге мувақамет әттілмесі үшін тахминен 5 миллиард доллар айрылacak. Пентагонның 2018 сенесі бюджеті 700 миллиард долларны тешкіл етecek. Конгресс бюджет парасыны Русия мудафа назерлігінен ешбірліктің құрылмасына сарф етмеге, она Касперский мелиетханесі мақсулатыны сатын алмаға ясақ етті. НАТО Авропада эки яны штаб дейресіні тешкіл етecek. Бұны НАТО баш кетібі Йенс Столтенберг білдірді. Бекленілгені кебі яны команданлық меркезлері ордуларының Атлантикадан ве Авропа территорияларына көчірмесіні ейлештірір. Бұның елі кибер аланында әмелиятлар бойынша яны меркез тешкіл етілejek. Мантықлы команданлықны өз топрағында әнді Алмания ерлештірмеге азыр. НАТО штаб дейрелерінің тешкіл етілмесіне ве ишлиешіне масрафларны келejek сене музыкері етecekler. Столтенберг шуnuda қайдетті ке, Альянстан насылдыр бір иттифақдашқа телуке көрмейлер. Амма Украинаға қаршы арби құветіні ишлетмеге азыр олған Русияны көрелер. Ишғал етілген Қырымда Хизбут Тахрир іші бойынша 5 қадын ве бізім балалар тешкелетіндан 2 озғарыжы 6 саат девамында тұтылған еді. Олар бала весеқаларыны ресмейлештірмек үшін Херсонға кете еді. Мемури сынырға келіп, Русия тарафына кечкенден сон сойларынен бағлары үзілді. Қадынларны не себептен тұтылғанларыны аңлатмайып, Әрмени базар Чаплынка кіріш ноқтасында тіндеді ве игил или алақалары ақында сұраштырдылар. Геже саат 11-лерге яқын қадынларға адлиеже Әдем Смедляевны көрсеттілер. Қарарнен саат 11-ны 45 дақыға кечкенде қадынларны чықарып еберділер. Харьков оқу құруйжы группасы бұ адесияны такбих етті ве халқара топлылықны етерсіз қаршылығында қабатлады. Оларның сөзлеріне көре Москваның шу әрекетлеріне олған сессізлік оны жазасызлығына инандырар. Украинада Хизбут Тахрир хабер офисынан башы Фазыл Амзаев юз берген адесяны Москваның Қырым-татар халқыны қорқутув тактикасы қолануының невбеттеки аксы олара қадлады. Бұл сулар чоқтан Русия топрағында чалыша. Шымды Қырымда да фаал суретте қоланыла. Шу арада ишғалжелерінің ичбір ахляқи әсасы yok. Бұны Амзаев UA телеканалына білдірді. Шымды Қырымда олай атқан әдеселер Башкирия, Татарияда әмелде сынылған азыр-азыр схемалардыр. Шунын үшін бұнда яны бір шей жоқ. Ама шуну анламақ керек ки, қанларға рәйеті туф тарафдарлары санки олған шубызыжылар üçün ичбір мәнвиве ахлики қайде жоқ ки, шунын üçün олар айны сырада қадынларыны да тақып еті.
Украинада киберхавсызлык хакында канун амелге кечті весека метні «Голос Украины» парламент газетасында дәр чығылынды канун дәвлеті майысы алтында ве ватандашлық жемиятынен сықы ішбірлік алында Украинаның мұйым инфраструктура объектлерінің кибер қорывы үшін шарайтлеріні яратмаға имкан бере. Канунға бинаен Украина президенті киберхавсызлық сасында фалиетінің СНБО ярдымынен идареті. Весекада НАТО ве Авропа бірлігі мутехасысларының бір сыра теклефі әсапқа алынған. Украина дүнияда ән тарқалған тілерінің онлуғына кірген тілі ве милли китабет күнінің қайт әті. Адет ұзрена ябірінің 9-ында Украин тілінің білгелері арасында халқара ярыш кечірілі. Бұтын Украин милли бірлік радио диктанты кечірілі. Оны президент, дәвлет қызметшілері, арбейлер, студент ве мектеп тәлебелері яза. Бұндан да ғайры четелді яшыған ватандашларымыз. Акцияның мақсады ялыныз саватлықны кермектен дегілді Украин тіліні севген ве туған тілі оларақ сайған инсанлар или бірдемліктен ибарет. Бұ байрамны Украинаның экинжі президенті Леонид Кучма 20 ел әвелсі елнамеджі Нестерның әшқына тесіз етті. Джудит Гофф украинлерні китабет күну или хайырлады ве Украин тіліні не себептен угренгеніні анлатты. Бұны Украинада Буюк Британияның февкуляды ве векилетлі әлчісі ось Твиттер сайфесінде білдірді. Хабер әті УНН. Украин тілі ве китабетті күнунен хайырлайым деп язды Гофф. Шу жүмледен Украин тілінің шақсен угренуыны анлатыр екен. Гофф Украин тіліні угренмеге башлағанда она Украин тілінің дүнияның ән езгелі тілі бірі олғана қында айтылғаныны қайт әтті. Ақиқаттен. Украин тілі менім угренген едінже тілімдір. Ве менімже бұд тіл пек ezgili, мантақлы ве мерақлыдыр. Ве әлбетті ки Киевде елчі вазифесінде çalışып, оны білмеге менім үшін пек файдалы. Украин тіліні білмек, мұшыреф олып çalışқан мемлекетні анламақ үшін en iyi fırsattır ve Ukrainlerle tanışmak imkanıdır. Benim için Ukrain tilinde laf etmek, şimdi öz müstakilliği ve kimliği uğrunda kurashken memleketke urmet timsalidir. Урметлі серджелер, бұл соңғы хаберіміз да чоқ хаберлеріні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз UATV ile олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.